Ағымдағы жылдың наурыз айында іске қосылған профессор сабағы жобасы нәтиже көрсетуді бастады. Яғни 3 айғы жұмыстың қорытындысы қазылар алқасына паш етілді. Оқушылардың меңгерген білім деңгейі мен таным қабілеті анықталды. Бұл енді білім жаңғырту орталығының үлкен жобасы ғой, профессор сабағы деген. Қуанамын, өйткені осындай үлкен орындар бұны қолдап, технологияны профессор сабағын өткізуге ұсыныс жасаған үшін мен ең бірінші осы 52-ші мектепті таңдадым. Өйткені бұдан бірнеше жыл бұрын бұл мектепте осы технология бойынша тәжірибелік жұмыс болған. Сол тәжірибелік жұмыстың нәтижесінде бұлар үлкен республикалық семинар өткізді. Сол семинарда балалардың біліміне республиканың түкпір-түкпірінен келген мектеп басшылары қатысып тәнті болған. Жоба аясында профессор өзінің авторлық технологиясы сатылай оқыту бойынша Нұр-Сұлтан қаласындағы 52-ші және 86-ші мектеп гимназияда атқарған жұмыстарын ұсынды. Кешенді білім беру әдісі қысқа мерзімде балалардың ойлау, сөйлеу дағдысын ұштады дейді ұстаз. Бұл балалар жоғары нәтижеде оқып жатқан балалар емес. Бұлар ортан қолды білімі бар балалар. Осы балалардың білімін ары қарай жетілдіру, дамыту мақсатында біз 16 сабақ өткіздік. 16 сабақтың 15-і онлайн түрінде өтті. Балалар сондай қызығушылықпен қатысты. Әрине, бұл қазіргі беріліп отырған білім, бұл мектептің көлемінен де жоғары деңгейде. Өйткені де профессор сабағы деген өзінің ерекшелігі болу керек қой. Осы жағынан маған технология өте көп көмектесті. Қарапайымнан үздік қатардағы баладан озат оқушы жасау сатылай кешенді оқыту технологиясы негізінде мүмкін дүние. Бұл әдіс бойынша тек қазақ тілі емес, өзге де пәндерді игеруге жол ашық. Сатылай кешенді оқуды оқымай тұрып, мен жасқа мектепте өлеңдерді дұрыс оқи алмадым. Кейін профессорден сабақ алып, көптеген жетістіктерге жеттім. Қазір жасқа мектептен дипломдарым да бар. Жетігенге қатсам. Жетігенді ноталарын жақсы есімде сақтайтын болдым. Маған сатылай кешенді оқыту технологиясы өте ұнайды. Себебі оның арқасында менің есте сақтау қабілетім дамыды. Мен сабақты жақсырақ оқимын. Сатылай кешенді технологиясы арқылы көп жетістіктерге жеттік. Жетістікке біздің апай, Нұрш апай көмектесті. Біз келесі сыныптарға барғанда осы тақырыптарды өтсек, бізге оңай болады. Себебі біз профессордың арқасында осы заттардың бәрін білдік. Мен бұрында қазақ тілінде талдауларда қиналатын едім. Қазір профессор апайдың арқасында осы заттарды үйрендім. Оқушыға профессордан сабақ алу мәртебе. Пәннің маңыздылығын бала болса да айтпай ұғады. Камерадан байқап отырам, ата-аналар да қадағалап отырады. Сонда мен тамаша, бүгінгі жауаптарыңыз қандай керемет болды, қандай тамаша балаларсыздар дегенде, ана камерадан көрінді, ата-аналарына қарап, жымиып, ана жақта ата-аналар да мәз болып жатады. Бұндай сабақтар үлкен біліммен қатар балаға болашақта мамандық таңдауға, соның ішінде мұғалімдік мамандықты таңдауға бір үлгі өнеге болды ғой деп ойлаймын осы профессор сабағы. Ғалым алаш арыстарының идеясын туеткен. Технологиясы да сол идеядан нәр алған. Бұл жай білім беру әдісі емес, 27 жылға ұласып келе жатқан профессордың еңбегі, дүниедегі миссиясы. Ұстазды ұлағатты жасында жанына маза бермей жетелеп жүргенде сол. Алған атақ, жеткен мадаққа масаттанбай қарапайым мектепке жүгінткенде сол. Ұрпаққа адал білім беру идеясы, ұлтқа адал қызмет ету арманы. Сол алаш алыстары 8 қырлы бір сырлы десек, біз соның бір қырын ғана, бір сырын ғана алып жүрміз. Жұмыстың арасында жүріп, олар өздері мектепте сабақ берді ғой. Сол арқылы олар білімнің қай жерінде кемшілік бар, қалай оқытуға болады. Осылардың бәрі олардың идеясы болған. Мен де солардың сол идеясын ала жүріп, неге мысалы біз осы кішкентай оқушылардан бастамаймыз білім беруді. Сол арқылы бұлардың болашақта үлкен азамат болып қалыптасатындығына көз жеткізу үшін сол мектепке келдім. Бірақ мен жалпы
осы технологияны жасау барысында бір күнде мектептен қол үзген жоқпын. Тіпті балабақшадан бастаған кездерінде болды. Өйткені неғұрлым өзі Асқар Жұмаділдаев академик айтады ғой, жалпы білімді мектепте 90% білім алу керек. Қалған 10% ол жоғарғы оқу орындары алады.